Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, құқық бұзушылықтың алдын алып жүрген тәртіп сақшыларының автопаркі тағы да ұлғайды. Бүгін Жамбыл облысының әкімі облыстық полиция департаментіне 88 жаңа қызметтік автокөліктің кілтін табыстады. 60 Шкода маркалы көлігі, кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторларға 10 автокөлік, арнайы эвакуаторлар және аудандық полиция бөлімдеріне бір-бірден автобус. Бұл техниканың барлығы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстарын күшейтуге бағытталған дейді жауаптылар. Салтанатты рәсімге қатысқан облыс әкімі Ербол Қарашөкеев полиция қызметкерлерінің қоғамдағы рөліне тоқталды. Міне бүгін жаңа заманауи автокөліктердің кілттерін салтанатты түрде табыстау үшін жиналып тұрмыз. Бұл мекемелердің материалдық техникалық әлеуетін арттыруға, қызмет сапасы мен тиімділігін одан әрі жақсартуға бағытталған нақты қадам. Жаңа автокөліктер күнделікті жұмысты жеңілдетіп, жүктелген міндеттердің сапалы әрі уақытылы орындалуына мүмкіндік береді деп сенемін. Жалпы 2024 жылдан бері облыс полициясына 193 қызметтік автокөлік сатып алынып пайдалануға берілген. Бұл құқық қорғау органдарының жедел әрекет ету мүмкіндігін арттырып, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге оң әсерін тигізуде. Бұл қолдау біздің материалдық техникалық базамызды нығайтып, қана қоймай, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау жұмыстарын одан әрі жетілдіруге толық мүмкіндік береді. Жаңа автокөліктерге ие болған әріптестерімізді құттықтай отырып, сеніп тапсырылған техниканы ұқыпты пайдаланып, халықтың қауіпсіздігі жолында адал қызмет етеді деп сенеміз. Сонымен қатар соңғы жылдары өңірдегі полиция инфрақұрылымын дамытуға қомақты қаржы бөлінуде. Биыл ғана полиция департаментінің материалдық техникалық базасын нығайтуға жергілікті бюджеттен 3 миллиард теңгеден астам қаржы қаралған. Оның 717 миллион теңгеден астамы жаңа автокөліктер сатып алуға жұмсалған. Нұрдәулет Мұсаң, Сартлеп берген Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.